Қалдарыңыз қалай, достар, қалайсыздар? Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Біз алдыңғы тақырыпта арифметикалық прогрессия туралы сабақ өткен болатынбыз. Оны алдыңғы видеодан көре аласыздар. Бүгін осы арифметикалық прогрессияның қосындысын жалғастыратын боламыз. Егер бүгінгі тақырыбымыз қызықты әрі пайдалы болса, оны көруде жалғастырайық. Сонымен, достар, жалпы арифметикалық прогрессияның есебін қалай шығарамыз? Соған қарайық. Ең бірінші бізде жалпы арифметикалық прогрессияның екі формуласы бар. Осы екі формуланы біз осы сабақта қолданамыз. Бірінші формула бұл бізде қазір жазамыз. Бірге жазамыз. Sn тең 2a1 қосылған n-1d бөлінген 2 көбейту n деген формула. Және екінші формула Sn тең a1 қосу an бөлінген 2 көбейту n деген формула. Жалпы арифметикалық прогрессияның қосындысын бір қарап өтейік, жалпы оның мағынасы не? Бізге мынандай бір арифметикалық прогрессия берілген. Енді S4-тің мағынасы не? S4-тің мағынасы осы тізбектегі алғашқы 4 санның қосындысын сұрап жатыр. Яғни 1, 4, 7, 10 қосындысы. Бұл сандарды қосатын болсақ, бізде 22 шығады. 22 болады. Мысалы, S5-тен табатын болсақ, бұл алғашқы 5 санның қосындысы. 1, 4, 7, 10 және 13. Бұларды қоссақ, бізде 35 болады. Енді оқшар, ойландаршы, біз S1000-ды сұраса, 1000-ға дейінгі сандардың бәрін қосып жазып отырамыз ба? Жоқ. Бізде бір оңай жол болу керек, Сол оңай жолы бұл әрине формула. Бізде көріп тұрғанымызда екі формула бар, екі формулада бізде шығады. Бірінші формулаға тоқталайтын болсақ, бұл үшін бізге A1 керек, N керек және D керек. Осында бізде 3 мәлімет қажет. Ал екінші формулада бізде A1 керек, соңғы мүшесі керек және бізде не керек оқушылар? N саны керек. Егер осылар бізге берілсе, екінші формуланы қолданамыз. Әрине көп жағдайда мына бірінші формула бұл өте көп қолданады және бұл универсал формула ретінде айтсақ болады. Онда оқушылар осы формуланы қалай қолданамыз тоқталайық. Бірінші бізге берілген тізбек болатын болса, ең бірінші A1-ді және D-ні анықтайық. A1 деп атқанымыз бұл тізбектегі бірінші тұрған сан, яғни бұл бізде 1. Ал D деп атқанымыз біздің тізбектің өспелі немесе кемімелігін айтады. Біздің тізбек 3-ке артып жатыр, сондықтан бізде D 3-ке тең. Енді оқушылар біз мына жерде S4-ті тапты ғой, давайте S4-ті біз табайық. Яғни біз n-нің орнына нені қойып жатырмыз? 4-ті қойып жатырмыз. n-нің орнына 4-ті қойдық, өйткені біз алғашқы 4 мүшесінің қосындысын тауып жатырмыз. Формула бойынша кеттік. 2a1 қосу, мұны n-нің орнына біз 4-ті қойдық. Жазамын. 4 минус 1 көбейтілген d бөлінген 2 көбейту n-нің орнына 4 қоямыз. Бірінші осылай асықпай жазып аламыз, Сонда бізде 2a1 қосылған 3-ті бөлінген 2 көбейту 4. Осыдан кейін бізде A1 мен D-ның мәндері бар, сол мәндерді орындарына қоямыз. 2 көбейту 1 қосу 3 көбейту 3 бөлінген 2 көбейту 4. Енді осыны орындаймыз. 2-ге 9-ды қоссақ 11, 11 бөлу 2 көбейту 4, 4 пен 2 қысқарады 2, 11-ді 2-ге көбейтсек 22. Міне, алғашқы 4 мүшесінің қосындысы 22-ге тең. Дәл солай біз қазір S5-ті табатын болсақ, 35 шығады, онда көрейік. S5 тең, бізде қалай болады? 2 көбейту A1-дің орнына 1-ден 1-ді қойық. Так, 5 азайту 1, D-ның орнына 3-ті қоямыз, бөлінген 2 көбейту 5. Тең, 2-ке 1-ді көбейтсек 2, қосамыз, 5-тен 1-ді азайтсақ 4, 3-ке көбейтеміз 12, бөлеміз 2-ке, көбейтеміз 5-ке. 2-ке 12-ні қоссақ 14, 2-ке бөлсек 7, 7-ні 5-ке көбейтсек, бізде 35 деген жауап шықты, сәйкес келді. Енді екінші формула арқылы бұл есепті қалай шығарамыз, соған тоқталайық.
Яғни бізге S4-тің, мысалы, допустим, S6-ның мәні керек бізге. Жақсы, S6-ның мәні керек. Қалай табамын? S6-ның орнына, N-ның орнына 6-ны қойып шығамыз. A1 қосу A6 бөлінген 2 көбейту 6. Бізде A1 бар, A1 бізде 1-ге тең. A6 деп атқанымыз тізбектегі 6-шы тұрған сан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тізбекте 6-шы тұрған сан бұл бізде 16. Бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 6-ға. Осы жерде 17 бөлінген 2 көбейту 6. 6 мен 2 қысқарады 3. 17-ні 3-ге көбейтеміз 51. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай алғашқы 6 мүшесінің қосындысы 51. Егерде бізде A6 берілмеген болса, біз оны A1 мен D арқылы таба аламыз. Яғни A1 қосылған 5-ті. Яғни A1 деп атқан 1 қосу 5 көбейту бізде D 3-ге тең. Сонда жаңа қайтадан 16 шығады. Жақсы? Жалпы 2 формуланы түсінікті деп ойлаймын. Енді есептерді шығаруды бастайық. Сонымен бірінші есептен бастайық. Бізге осындай бір тізбек берілген. S15 алғашқы 15 мүшесінің қосындысын тап. Біздің формуланы жазып алайық. Sn тең 2A1 қосылған Dn-1 бөлінген 2 көбейту n. Так, бізде n белгілі 15-ге тең. Енді A1 бізде -8-ге тең. Біз жерде біз D-ны анықтаймыз. D-ны анықтаудың мынандай бір формуласы бар. D-ны анықтау үшін екінші мүшеден бірінші мүшені азайтамыз. Екінші мүше бізде -5, содан азайтамыз. Бірінші мүше -8. 2 минус қатарған болғанда бұл плюске айналады. Сонда бұл 3-ге тең. Енді D-ның орнына 3-ті қояды екенбіз. Бізде барлық мәліметтер бар. Енді осына қойайық. S15 тең 2 көбейту A1 деп атқанымыз -8 қосу D деп атқан бізде 3 көбейтілген жақшаның ішінде 15 -1 бөлінген 2 көбейтілген 15. Так, S15 тең -16 қосу. Так, 15-тен 1-ді азайтамыз 14, 3-ке көбейтеміз 42, бөлеміз 2-ге көбейтеміз 15. Енді оқшар арғы есептеу. -16-ға 42-ні алсақ 26, 2-ге бөлеміз, оны 15-ге көбейтеміз. 26-ны 2-ге бөлсек 13, 13-ті 15-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде бір жауап шығады. Сол жауап біздің шешім болады. Мынаны калькулятормен өзіміз таба салайық. Келесі, екінші есеп. Бізге A3 берілген, A13 берілген, 20-шы мүшені сұрап жатыр. Не істейміз? Оқшар, бізде n бар, 20-ға тең. Біз қазір не тауып алуымыз керек? A1-ді тауып алайық және D-ны тауып алайық. Осы мәліметтер арқылы біз формулаға саламыз. Sn-нің формуласы қалайды? Жаңағы ең көп қолданатын 2A1-ді n-1 бөлінген 2 деген осы формуланы біз қазір қолданамыз. Жарай ма? Кеттік. Енді бірінші A1 таппас бұрын D-ны тауып алайық. D-ның формуласы бізде an-ak бөлінген n-k формуласы арқылы біз қарастырған болатымыз, Онда осы формула арқылы біз D-ны тауып алайық. D тең, қараңдар, A13 берілген және A3. A13 пен A3-ті мәндер берілгендіктен A13-тен A3-ті азайтамыз, астына 13 - 3 дейміз. A13 бізде 54, A3 4 бөлеміз, 13-тен 3 азайтсақ 10, 54-тен 4 азайтсақ 50, оны 10-ға бөлсек 5, D 5-ке тең. Енді A1-ді табайық. Так, оқшар, қараңдар. Біз A1-ді табу үшін A3-тен неше рет D-ны азайтуымыз керек? Алдыңғы сабақ есімізде ме? Біз A3-те тұрмыз, A1-ге жетуіміз керек. Ол үшін біз D-ны 2 рет артқа қарай барамыз, Онда мен A3-тен 2 рет D-ны азайтамын. Немесе 3 азайту 2, ол 1-ге тең. Сонда A1 тең, A3 менде 4, қазбешет 4 азайту 2 көбейту D менде 5. Сонда бірінші көбейту орын алады. 4 азайтылған 10, сонда менде -6 болды. Мына A1 менде -6. Осы мәліметтердің барлығын жазамын. A1 менде -6, D менде 5. Барлық мәліметтер бар. Енді мен формулаға салсам, есебім шығып тұр. Кеттік саламын. S20 тең 2 көбейту. Қараңдар, мына формула сабатырым. A1 менде -6, қосылған D менде 5, жақшаның ішінде 20 - 1
бөлімінде 2 көбейту 20. Енді осыны орындаймыз. S20 тең минус 12 қосылған, мынау 19-ды 5-ке көбейтсек 95 бөлеміз 2 көбейту 20. Мына жерде 20 мен 2-ні қысқартсақ 10 болады. Минус 12 95-ті қосамыз. S20 тең 83, оны 10-ға көбейтсек 810. Яғни алғашқы 20 мүшесінің қосындысы 810-ға тең. Оқушылар, жылдамдатайық. Келесі үшінші есеп. Бізге оқушылар мынандай бір есеп берілген, бізге формула берілген, және S15-ті табу керек. Біз бірінші осындай формула арқылы біз қараңдар A1-ді және D-ні және N-ді тауып аламыз. A1-ді табу үшін N-нің орнына 1-ді қоямыз. A1 тең 2 көбейту 1 қосу 1 тең 3-ге тең. Енді біз N бізге берілген. Міне N-іміз бізде 15-ге тең. Енді D-ні табу керек. D-ні табу үшін біз бетеміз. A2-ден A1-ді азайтайық. Енді A2-ні табайық. A2 тең 2-ні қойып жіберсек, онда 2 көбейту 2 қосу 1 қанша болады? 5. Енді D-ның формуласына салып жіберейік. A2-ден азайтамыз A1-ді. 5-тен азайтамыз 3-ті. Сонда D бізде 2-ге тең. Прогрессияға байланысты. Енді осының барлығын формулаға саламыз. Sn тең 2A1 қосылған D, N-1 бөлінген 2 көбейту N формуласына саламыз. S15 тең 2 көбейту A1 бізде 3 қосу D бізде 2, 15-1 бөлінген 2 көбейту 15. Енді оқушылар осы есепті шығарсақ, біздің жауабымыз шығып тұр. 2-ке 3 көбейтсек 6. Так, мұнда жазам. 6 қосу 15-тен 1-ді азайтам 14, оны 2 көбейтсем 28. Бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 15-ге. Сонда тең, мына жерде тең. 6-ға 28-ді қоссақ 34, оны 2-ке бөлсек 17 көбейту 15 деген жауап шықты. Арғарай көбейте саламыз. Келесі, төртінші есеп. A8 бен A16-ның қосындысы 20 болса, S23-тің мәні неге тең? Оқушылар, A8 дегенді біз A1 мен D мен жазайық. A8 деген A1 қосу 7-ді. 1-ге 7-ні қоссақ 8. A16 деген A1 қосу 15-ті. A1-ге A1-ді қоссақ, бізде 2A1, 7-ге 15 қоссақ 22-ді. Осы менде 20-ға тең. Осыны алып сақтай тұрамыз. Енді S23-тің формуласы не? S23-тің формуласы 2A1 қосылған D, N-1 бөлінген 2 көбейту N. Енді осы жерде оқушылар 2A1 қосылған D, N-нің орнына 23-ті қойық. 23-1 бөлімінде 2 көбейту 23 тең. Жалғастырамыз оқушылар. Қараңдаршы, жоғары жағы бізде 2A1 қосылған 22-ді болды. Бөлімінде 2 көбейту 23. Ал 2A1 қосу 22-ді бізде 20-ға тең. Міне тұр. Сонда 20 бөлінген 2 көбейту 23. Сонда бұл есептің шешімі 210. Келесі оқушылар, 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада бізде 60-тан бастап 9-ға дейінгі сандардың қосындысын сұраған. Кейбір есептер оңай болуы мүмкін, калькулятормен шығара салам ғой деген, бірақ бұдан да үлкен сандар берсе, 1000-дық, 2000-дық сандар берсе, біз бұлай отыра алмаймыз. Яғни бұның бір оңай жолы болу керек, сол оңай жолмен шығарамыз. Жаңа айтып отқанымыздай, бізге A1 керек, D керек және N керек. Осы мәліметтер табайық. Ең бірінші A1-дің 62-ін анықтадық. D-ні де табу оңай. D-ні табу үшін екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтамыз. 27-ден 60 азайтамыз. 27-ден 60 азайтсақ, бізде D-3-ге тең. Енді бізге N табу керек. Енді N-ді табу үшін мына 9. 9 деп атқанымыз бұл тізбектің N-ші мүшесі. Біз неше мүше екен табамыз керек қой, сондықтан біз A-ді 9 деп аламыз. Енді осы A-ның формуласына салайық. A деп атқанымыздың формуласы бұл қалай еді? A1 қосылған D, N-1 еді. Осы A-ның формуласы. Осыны біз 9-ға теңестіреміз. A1 бізде 60 қосылған D бізде -3. N-1 тең 9.
Келесі плюс пен минус ашылғанда бұл минус болады. 3n минус 1 бөлімінде 9. Енді жақшаны ашатын болсақ, минус 3n, минус 3-ті минус 1-ге көбейтсек, плюс болады, тең 9. Минус 3n тең 9 минус 60 минус 3. Минус 3n тең минус 54. Минус пен минус қысқарады. n тең 54 бөлінген 3. n тең 18. Осында оқшар 18 санның біз қосындысын табайын деп жатырмыз. Енді формула бойынша s18 тең 2 көбейту 60, a1 бізде 60, қосылған d бізде минус 3, көбейтілген жақшаның ішінде 18 минус 1, бөлімінде 2 көбейту 18. Сонда бізде 120 плюс пен минус минус, 3 көбейту жақшаның ішінен 17, бөлінген 2 көбейту 18 тең. 3-ті 17 көбейтсек 54, 120-дан 54 азайтсақ бізде 66, оны 2-ке бөліп 18-ге көбейтеміз. Жауабы 33 көбейту 18. Енді менің жанымда калькулятор жоқ, өздерің шығарсаңдар болады. Келесі 6-шы тапсырма. Бұл жерде өте қызық сұрақ. 4, 7, 10 және x-қа дейін қосындысы 209 болса, ең соңғы x қандай сан? Бұл жерде көріп тұрғанымыздай оқушылар, қарайықшы. 4 деп атқанымыз бұл a1, 7 деп атқанымыз a2. Осы арқылы a1-дің 4 екенін, d-ның 3 екенін тауып алдым. 3 қалай шықты? a2-ден a1-ді азайтамыз. Енді a n-ші мүшесі x екенін білемін, sn 209-ға тең екен білемін. Яғни мына жерде қанша сан бар екен білмеймін, бірақ осы сандардың қосындысы менде неге тең? 209-ға тең. Енді оқушылар, есепті бастайық. Жалпы sn-ның формуласына саламыз. sn тең 2a1 қосылған d n-1 бөлінген 2 көбейту n деген формула бар, иә? Енді осы формулада sn-нің мәні 209-ға тең, 209-ға тең деп жазамыз. Енді бізге sn керек емес. Енді 2 көбейту a1-дің орнына 4 қоямыз, d-ның орнына 3, n-1 бөлінген 2 көбейту n тең 209. Енді жоғары жағын орындайық. 2-ні 4 көбейтеміз, 8 қосылған 3n-3 бөлімінде 2 көбейту n тең 209. 8-ден 3 азайтамыз, 5 қосылған 3n бөлімінде 2, осының барлығы көбейтілген n тең 209. Так, мұна n әрқайсына жеке-жеке көбейтіледі. Сонда бұл 5n қосылған 3n квадрат, тек алымына көбейтіледі, бөлінген 2 тең 209. 209-ды 2-ке көбейтірем. Сонда менде 3n квадрат қосылған 5n тең 418 болады. Енді барлығын сол жаққа қарай жинаймын. Минус 418 тең 0. Осы жерде мен дискриминант табамын. Дискриминанттың формуласын еске түсірейік. Бұл b квадрат минус 4 көбейту a көбейту s. Енді осы жерде маған міндетті түрде калькулятор керек. Қазір осыны калькулятордың көмегімен шығарып тастаймыз. Так, дискриминантты есептегенде 5041 болды. 5041 деп атқанымыз. Енді бұл менің 71-дің дәрежесі 71-дің квадраты. Енді оқшар n1-2-ні табамыз. Так, минус 5 плюс минус 71 бөлінген 6 болады. 2 көбейту 3. Так, минус 5-ке 71-ді қоссақ 66, 6-ға бөлсек 11. Екінші жауабын біз алмаймыз, өйткені n теріс сан бола алмайды. Сонда оқшар, бізде қанша санның қосындысы екен? 11 санның қосындысы екен. Енді біз осы арқылы a11-ді табамыз. a11 деп жатқанымыз оқушылар, бұл a1 қосылған 10-ды. a1 деп атқанымыз 4 қосу 10, d деп атқанымыз бізде 3-ке тең. Сонда бұл есептің шешімі 34. Керемет. Келесі оқшар, 7-ші тапсырмаға келдік. 4-ке еселі барлық екі таңбалы натурал сандардың қосындысы неге тең? 4-ке еселі сандар бұл бізде 12-ден басталады. 12, 16, 20 деп бізде неге дейін барады? 96-ға дейін барады. Тезірек шығарайық, мынау бізде a1, a2, мынау бізде an. Онда біз a1-дің 12 екенін білеміз,
Так, d-ның 4-ке тең екен білеміз, және a-ның 96 екен білеміз. Бізге не керек? n керек. Онда формулаға тоқталайық. a-ның формуласы бұл бізде a1 қосылған d, n-1 формуласы. Осы бізде 96-ға тең. a1-ның орнына 12, d-ның орнына 4 қоятын болсақ, біз осы арқылы d-ны тауып аламыз. 4 n-1-ді қалдыра берем, 96-дан 12-ні азайтам. Сонда 4 n-1 менде 84 болады. n-1-ді мына 4 көбейту 84-ке бөліп өтеді. Сонда n-1 тең 21. Енді жақшаны тастайтын болсақ, 21 қосу 1 болып өтсе, сонда 22. n-ның 22-ін тауып алдым. Оқшар, енді мен не істеймін? s22-ның қосындысын табамын. Оның формуласы 2 көбейту a1 қосылған d менде 4-ке тең. Жақшаның ішінде 22-1 бөлімінде 2 көбейту 22. Так, 2-ні 12 көбейтеміз, 24 қосылған 21-ді 4 көбейтсек 84 бөлінген 2 көбейту 22. Так, 24-ке 84 қоссақ 108, оны 2-ке бөлсек 54 көбейту 22. Бұл есептің шешіміне тең. Жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. Номері 8-ші тапсырмаға жеттік. Так, бұл жерде қараңдар, a11 берілген, a9, sn22. n-ның мағынасын табуымыз керек. Бастаймыз. Қараңдар оқшылар, ең бірінші мен d-ны тауып алам. Өйткені a1 мен a9 берілген, яғни тізбектің екі мүшесі болса, бірден d-ны тауып алайық. Всегда ол өте маңызды зат. a11 азайтылған a9 бөлімінде 2. a11 деп атқанымыз 27 азайту 17 бөлімінде 2. 27 азайту 17 10. 2-ке бөлсек 5-ті 5. Енді a1-ді тауып алайық. a1 тең. a1-ді табу үшін біз не істейміз оқшар? a9-дан 8 рет артқа қарай қайтамыз. Яды мен естеріміз емет, 9-дан 8 айтсақ 1-ге тең. Онда a1 тең a9 дегеніміз 17, азайту 8 көбейту d бізде 5. a11 тең 17 азайту 40, a1 тең, қателестім, -23-ке тең. Мені a1-ді тауып алдым. Менде d бар, a1 бар, енді sn бар, енді n-ді табу формуласына тақтаймын. sn-ның формуласы менде 2a1 қосылған d, n-1 бөлінген 2 көбейту n. Осы менде барлығы 22-ке тең. 2a1, 2 көбейту a1-дың орнына -23-ті қоямыз. Теріс санды жақшамен қоямыз. Қосу d менде 5-ке тең, n-1 бөлімінде 2 көбейтілген n тең 22. Енді оқшар, осыны достар, осыны орындаймыз. 2-ні 23-ке көбейтсек -46 қосылған 5n-5 бөлімінде 2 көбейтілген n тең 22. Так, -46 5, мұнда жазайын, ренжімейік. -51 қосылған 5n бөлінген 2 көбейту n тең 22. n жаңағыдай әрқайсына көбейтіледі. Сонда -51n плюс 5n квадрат бөлімінде 2 тең 22 болады. 22-ні 2-ке көбейтеміз. Сонда 5n квадрат минус 51n тең 44. Барлығын рет-ретімен жазатын болсақ, бұл бізде квадраттық теңдеу пайда болады. Енді осыны орындаймыз. Дискриминант табамыз. Минус 51-дің квадраты үшін азайту 4 көбейту 5 көбейту минус 44. Енді бұны мен есептеп жіберем. Так, бізде оқшар 3481 шықты. Бұл 3481 бізде 59-ның квадраты болды. Арғара жалғастырамыз. n1 2 тең 51 плюс минус 59 бөлімінде 10 болады. 51-ге 59 сақ 110, 110-ды 10-ға бөлсек 11. Сонда оқшар біз не түсіндік? Бұл жерде 11 санның қосындысы 22-ге тең. Жақсы? Күшті. Және оқшар соңғы бір есеп шығарайық. Тоғызыншы есеп. Осы есеппен біз бітіреміз. X-тің қандай мәнінде
x қосу 9, 2x плюс 10 және 4x минус 4 өрнектерінің мәндері арифметикалық прогрессияның тізбелі мүшесі бола алады. Бұл жерде оқушылар мынандай бір өте маңызды дүние бар. Соған тоқталайық. Қараңдар, мысалы, бір кез келген тізбекті алайықшы. Мысалы, жаңағы 1, 4, 7, 10, 13 деген тізбекті алсақ, кез келген екі тізбекті алсақ, яғни ортасында бір сан болатындай, осы екеуін қосып екіге бөлсек, әрқашан ортасына сан шығады. Мысалы, 1-ге 7-ні қосып екіге бөлсек не шығады? 4. Дәл сол секілді 7-ні 13-ке қосып екіге бөлсек 10. Сонда біз не түсіндік? А1-ге А3-ті қосып оны екіге бөлсек А2 шығады. Осы қасиетті қолданып, осы есепті шығарамыз. Бізде x қосу 9, 2x плюс 10 және 4x минус 4 деген осы үш өрнек арифметикалық прогрессия құрайтын болса, x-тің мәні неге тең? Онда мен бірінші тұрған өрнекке үшінші тұрған өрнекті қосып, оны екіге бөлгенде, менде ортасында тұрған өрнек пайда болатын түсіндім. Енді x-қа 4x қоссам 5x, 9-дан 4 азайтсам 5 бөлімінде 2 тең 2x плюс 10. Мана 2 мұнда көбейту өтеді. 5x плюс 5 тең 4x қосу 20. 5x минус 4x тең 20 минус 5, x тең 15. Біздің x-іміз 15 деген сан. Жақсы оқушылар, жалпы арифметика прогрессияның қосындысы пайдалы болды деген ойдамын. Жалпы бұл формуланы шығару, бұл есептерді шығару үшін бізге екі формула керек болды. Және есеп бойынша көріп тұрғанымыздай, мен бір ғана формуламен қолдандым. Яғни бір ғана формуланың көмегімен бұл есептерді шығаруға болады. Сондықтан оқушылар, сәттілік тілеймін, жақсылап бір қайталап көрейік, пайдасы болады деген сенімдемін. Сау болыңыздар. Чао.